Ғылым өркениеттің бастауы, кез келген ұлттың болашағы білім мен ғылымға сүйенгенде ғана жарқын болмақ. Ғалымдардың сан жылдық ізденісі, қажырлы еңбегі мен ауқымды зерттеулері адамзат игілігі жолындағы өлшеусіз еңбек. Қазір ғылым мен білімнің заманы. Отанымызды көркейтеміз десек, ең алдымен осы екі саланы дамытуымыз керек. Бұдан басқа жол жоқ. Шикізатқа арқа сүйеп отырған ел алысқа бармайды. Бізге ғалымдар, инженерлер, өнертапқыштар қажет. Біз көшке ілесетін емес, көшті бастайтын елдердің қатарында болуымыз керек. Бір сөзбен ғылыми әлеуетімізді арттыру қажет. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының негізін қалаған жылдар соғыстан кейінгі күрделі кезеңмен тұспа-тұс келді. Қалам қару қалмасқан аласапыран уақыт артта қалғанда, тұралап қалған барлық саланы қайта жандандыру кезек күттірмейтін келелі мәселе болып алға шықты. Міне, дәл осы сәтте, яғни 1946 жылдың 1 маусымында қазақ ғылымының қара шаңырағы құрылды. Оның алғашқы президенті болған Қаныш Имантайұлы Сәтбаев ұлттық ғылымның берік іргетасын қалап, ғалымдардың интеллектуалды әлеуетін қалыптастырды. Өз білімін, өмірдің, өндірістің тәжірибелерімен нығайтып, байытып отыратын, тапқан ілімін, үлкенді кішілі ашқан жаңалығын, халықтың қажетіне беріп отыратын ғылым ғана өз дәрежесінде заман талабының өресінде болады. 1960-1980 жылдар аралығында Қазақстан ғылымы қарқынды дамыды, институттар ашылды, ғылыми орталықтар күшейіп, жаңа бағыттар қалыптасты. Өнеркәсіп пен ғылымның байланысын нығайып, ірі жобалар жүзеге аса бастады. Геология, металлургия, энергетика, медицина сынды салаларда маңызды зерттеулер жүргізілді. Бұл кезең тек ғылымның дамыған уақыты ғана емес, оның қоғамдағы рөлі айқындалған, болашаққа сеніммен қараған алтын дәуірі болды. Ғылым академиясына алатын болсақ, оның да тарихы жеке адамның басындағы тарих сияқты. Шуақта күндер болады, бұлтта күндер болады. Біздің академия, Қазақстанның, ол мына Союзда 3-ші орында тұрды. Ресей, Украина, ана кейін біз. Ол кезде, мен сізге айтайын, Совет ғылымы Американың ғылымымен тайталас болды. Біздің космонавтар ұшып жатты. Олардың спутник ұшпай жатқанда. Осында елде 3-ші орында тұру өте үлкен дәреже. Соны сақтау керек болды. Мен қойған мақсатым осы болды. Даму мен құлдырау, құлау мен қайта тұру тиынның екі бетіндей тұрлаусыз өмірдің бұлжымас заңдылығы. Кеңестік кезінде кеңінен қанат жайып, қарқын алған қазақ ғылымы да 90-шы жылдары тоқырауға ұшырады. Қаржы тапшылығы зертханалардың жұмысын тежеп, ірі ғылыми жобалар тоқтап қалды. Институттар жабылу алдында тұрса, ғылыми орталықтардың болашағы бұлыңғыр күйге түсті. Сананы тұрмыс билеген шақта көп ғалымдар басқа салаға кетуге мәжбүр болды. Алайда бұл қиындықтар қаныш тұтатқан ғылым шырағын сөндіре алған жоқ. Оның шоғын үрлеп, жоғын түгендегендер академияны жаңа заманға жеткізді. Қазақтың ғылымы жарқын, ол рас. Бірақ анда мына тарихқа келетін болсаңыз, аумау-төкпен кезеңдері болды. Бұл тек қана бүгінгі күн емес, Сәтбаевтың кезінде де болған. Бірақ соған қарамастан осы құлау да бар, өсу де бар, бәрін жалпы алып қарайтын болсаңыз, бағыт потенциалы, бағыт векторы дұрыс және жоғары. Ұлттық ғылым академиясы бүгінде жаңа кезеңге қадам басты. Дамыған елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, алдағы 10 жылдық даму стратегиясы бекітіліп, бағдары айқындалған. Соңғы жылдары академия халықаралық ынтымақтастықты кеңейтті. ақш, Германия, Корея, Қытай және Ресеймен бірлескен ғылыми орталықтар ашылды. Аталмыш серіктестер елімізге 75 миллиард теңге инвестиция әкеледі деген жоспар бар. Сондай-ақ Оңтүстік Кореяның Кисти институтымен бірлескен платформа құрылды. Бұл әлемдік ғылыми ахуалдармен тікелей танысып отыруға мүмкіндік бермек. Сондай-ақ академия бастамасымен ел дамуына арналған 5 флагмандық бағдарлама ұсынылды. Олар ауыл шаруашылығы, экология, су қауіпсіздігі, энергетика сынды салаларды қамтиды.
көптеген реформалар өткіздік. Бірақ өкінішке орай көбісі олардың тиімсіз болып қалды. Неге? Өйткені біз жүйелі түрде жұмыс істеуіміз керек бұл жерде. Жүйелі өзгерістер керек. Сол жүйелі өзгерістерді академия бүгін өкіметке ұсыныс ретінде дайындады. Сонымен қатар біз мына салалық министрліктермен тікелей жұмыс істеуді бастадық. Бұл су мәселесі бойынша, су ресурстары мәселесі бойынша өте өзекті біздің мемлекетімізге. Соған байланысты Қытайдың ғылым академиясының академиктерімен бірге біз былтырдан бастап ДИП-бас деген осы су ресурстарын басқаратын жүйені дайындадық. Бұл Қазақстанға арналған жүйе. Сол жүйе арқылы бүкіл судың мониторингін қамтамасыз етеміз. Табиғи апаттарды болжаймыз. Одан кейін су ресурстарын басқарылады. Цифрлық жасанды интеллект арқылы. Бұл Қытайда дамыған қолданыстағы технология. Соны біз Қазақстанға бейімдеп отырмыз. Осы жүйені жақында біз су ресурстары және ирригация министріне баяндап айттық. Толықтай қолдау тапты. Бұндай жүйе Қазақстанда жоқ әлі. Сондықтан 2027 жылдан бастап пилоттық режимде 3 су бассейнінен ірі су бассейндерінен бастап осы жүйені енгізетін боламыз. Бұл да академияның істеген нақты жұмысы. Ғылым инемен құдық қазғандай, қызығы мен қиындығы мол сала. Бұл әлемге төзімі темірдей, табанды, жігерлі, ілім білімі толық, жаңалыққа жаны құмар жандар ғана жол салады. Мұндағы ең басты мәселе уақыт талабына сай басымдылықтарды нақты анықтау. Ғылымның қазіргі сұранысы да осы. Ол дегеніңіз бір ғалымның мүмкіншілігіне қарай емес, бүтін экономиканың сұранысына қарай әрекет ету. Академияның бүгінгі көші де осы бағытқа қарай бет алған. Осыған байланысты академия былтырдан бастап арнайы форсайттық зерттеулер өткізіп, бізге нақты перспективасы бар бағыттарды анықтап алдық. Сол бағыттар биыл бірінші рет өкіметтің тізіміне кіріп, сол бағыттар арқылы қазір ғылыми жұмыстарды өткізетін болдық. Бұл өте жақсы бетбұрыс, бұл жаңалық деуге болады. Бұл нақты академияның істеген жұмысы. Ал енді Қазақстанның ғылымы тез даму үшін бізге шетелдік білім мен технологияларды трансферттеуіміз керек, өзімізге бейімдеуіміз керек. Сонда бұл өндірістің қысқа жолы дамитын. Ал енді ең негізгісі, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес біздің академиямыз ашық, қолданбалы ғылымның моделін дайындады, концепциясын дайындадық. Бұл жерде біз жүйелі түрде өзгерістер ұсынып отырмыз. Ғылымның тиімділігін көтеруден бастап, осы ғылымның коммерцияға барып, коммерцияға өндіріске енгізуге дейін бәрін әрбір өзінің маршрутын анықтадық. Кейінгі ауыспалы кезеңдерде Қазақстанда көп ғылыми саланың дамымай қалғаны жасырын емес. Мұның бәрі академия өзінің мемлекеттік мәртебесін қайтарып алғаннан кейін қарқынды түрде қолға алына бастады. Атап айтар болсақ, соңғы 2 жылда бірнеше жаңа орталықтар мен институттар ашылды. Олар көлік ғылымдары институты, жаңа энергетикалық материалдар мен технологиялар институты, iSilkNet Қазақстан Корея жасанды интеллект орталығы, кеңістіктік уақыттық жасанды интеллект және тұрақты даму жөніндегі халықаралық бірлескен зертханасы, Қазақстан Германия Nexus институты, халықаралық қатынастар орталығы. Қуанарлығы жаңа заман жастары ғылымға ден қойып, аға буынмен қатар иықтіресе ауқымды істер атқаруда. Мұның дәлелі, елде 28 мыңнан аса зерттеуші бар десек, оның 48%-ы 40 жасқа толмаған жастар. Бұл көрсеткіштер бойынша Қазақстан ТМД елдерінің алдыңғы қатарында. Біз 2 жылдың ішінде жас ғалымдарды тек қана мемлекеттен қолдау күтетін азаматтар ғана емес, осы ғылыми саясатты іске асырушы, оны өзгертуші ретінде жаңа статусқа айналдырып келеміз. Қазір, егер кеңейтілген отырысты қарайтын болсаңыз, 100 шақты жас ғалым бар. Ол әр өңірден барлық біздің Қазақстанның ірі жоғарғы білім ұйымдары мен ғылым зерттеу орталықтарын қамтиды. Және соның аясынан президиумда 13 ғалым
Және біздің жас ғалымдар кеңесі ұлттық ғылым академиясының құрылымын қайталайды. 4 бөлімшеден тұрады. Әр бөлімше үлкен ірі ғылыми бағыттарды қамтиды. Гуманитарлық бағытты, өмір туралы ғылымдар, агробиоресурстар және жаңа материал, космос технология сияқты. Өздерінің ғылыми зерттеулерін жоғары буын ғалымдармен, академиктермен ақылдасып, зерттеп жүргізе алады. Жас ғалымдар кеңесі академияның ауыз толтырып айтарлықтай сәтті бастамаларының бірі. 1968 жылы академик Шахмардан Есеновтің тұсында бастау алған ұйым бүгін жаңаша кейіпте өз жалғасын тапты. 2025 жылы халықаралық жас ғалымдар конгресі өтті. Оған 24 елден 1000-нан аса ғалым қатысты. Бұдан бөлек мектеп оқушыларын ғылымға баулуда жүзеге асырылуда. Академияда тұңғыш рет жас зерттеушілер академиясы құрылып, оқу ағарту министрлігімен бірлескен зерттеушілер буыны жұмыс бағдарламасы бекітілді. Жаңа толқынмен толыққан отандық ғылым жаңа бағыттарға бет бұрды. Биотехнология, экология, жасанды интеллект, энергетика және ғарыш салаларында тың зерттеулер жүргізілуде. Ғылыми адамдар олар бір ерекше адамдар ғой. Өз-өзімен жүреді, өздері бірдемені ойлайды, сосын тарс еткізіп бірдемені шығарады. Сондай адамдардың мінездері қарапайым. Олар орден алам деп, осындай бір дәрежеге өсем деген ойлары жоқ. Олар тек қана сол ғылымға беріліп жұмыс істейтін адамдар. Болашақ ғылымсыз өспейді. Біздің Қазақстанымыздың азаматтары қандай білімді, қандай ғылыми ашушылар қазір көріп отырмыз. Ол тек қана геология емес, горное дело, металлургия, ауыл шаруашылық, қай жаққа барсаң да қазақтардың білімдері өте терең. Соны дамыту керек. Қазақстанның әр аймағында Қаныш Имантайұлының қолтаңбасы қалған. Бүгінгі ғылым ордасында Сәтбаев салған сол сүрлеуді заманға сай түрлендіріп, жалғастырып келеді. Себебі өңірдегі ғылым дамымаса, ел экономикасының кері кететініне уақыт сарапшы сан мәрте көзімізді жеткізген. Академия Қазақстанның 11 өңірінде президиумның көшпелі отырысын өткізіп, жергілікті атқару органдарына өңірлік ғылымды дамыту бойынша практикалық көмек көрсетуде. Қазір осы мақсатта да көп жобалар іске асырылып жатыр. Мәселен, Алматы қаласында алғаш рет цифрлық технологияға негізделген жасыл желектер қоры жасақталуда. Қостанай өңірінде цифрлық тұқым шаруашылығы енгізіліп, Ақмола облысында көміртекті, карбонды полигондар ашылуда. Бұл салада біз не істеп жатырмыз? Біз университеттермен келісіп, жергілікті жерлермен келісіп, жергілікті жердің филиалдарын ашып, өйткені ғылым тек қана Алматы мен Астанада емес, бүкіл Қазақстанда даму керек. Осы саясатты негізге алып отырып, біз институт ашып жатырмыз. Сіз бен біз өмір сүріп жатқан бүгінгі заманның сұранысы мен талабы аса жоғары, тіпті қатал. Цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект мүмкіндіктері күн сайын емес, секунд сайын қарыштап дамып келеді. Осындай сын сағатта қоғамда бұрынғы кеңестік академия жүйесін қайтару керек деушілер де бар. Ғылым адам қиялын шындыққа айналдыратын ұлы күш. Сол күшті өз игілігіне дер кезінде пайдалана алған ел ғана өзгелерден бір саты жоғары тұрып көш бастайды. Көрнекті ғалым Әлкей Марғұлан ғылым мен мәдениет ел дамуының басты өлшемі деген екен.